Сәлем оқушылар. Бүгін біз импульс сақтау заңына байланысты есептерді шығаратын боламыз. Ал кеттік. Бірінші есепке көшсек. Так, бізде массасы, мына жерге мен үстіне қарай жазып қоя салайын. Қаламды үлкейтіп алайын. 10 килограмм дейді. Мынау бізде импульс. Яғни біз импульстерін жалпы дене импульсінің формуласын салатын болсақ, P тең болады mv. Осы жерде жылдамдықты тап дейді. Жылдамдықты өрнектеп алатын болсақ, бізде импульсті бөлеміз массаға. Сонда 40-ты 10-ға бөле саламыз да, астына өлшем бірлігін жазамыз. 40-ты 10-ға бөлсек 4 метр секунд деген жауап шығады. Екінші сұрағымыз күш импульсін тап деген, осындай бір шамалар берген. Күш импульсінің формуласы бізде I тең болады. I дегеніміз күш импульсі. F көбейтілген T. F көбейтілген T. Бізде күшіміз беріліп тұр. Мынау бізде күш болса, мынау бізде уақытымыз. Бұл уақытта біз айналдыруымыз қажет болады. Кішкене жылжып кетіп жатыр. Мынау бізде бір уақытымыз болатын болса, былай қарай көрсетесіз. Яғни 0,5. Оны айналдырсақ, минутқа, яғни 60-ға көбейтеміз. Сол кезде 30 секунд шығады. Сонда 15-ті көбейтеміз 30-ға. Кешірім сұраймын қазір. 15-ті көбейтеміз 30-ға. Тең болады бізде 450. Неге бүйтіп жатыр екен? Қазір былай жазайыншы онда. Осыны қиып ала салайын. Принтке жазып отырайын. Сол кезде анау жылжып кетпейді. Яғни біз бірінші сұрағымызды көшіреміз. Яғни формуламыз бізде I көбейтілген I тең болады F көбейтілген T. Осы жерде уақыт айналдыратын кезде 0,5 минутымыз ол 30 секундқа тең болады. 60-ға көбейткен кездегі мәні. Сонда 15-ті 30-ға көбейтетін болсақ, бұлай ең оңай тәсілі калькуляторсыз көбейтудің. 15-ті 3-ге көбейтеміз, ол 45 шығады. Артына мына 0-ді тіркей саламыз. Сонда 450 ньютон көбейтілген метр деген екінші есебіміздің жауабы шыға келеді. Енді үшінші есебімізге көшетін болсақ, үшінші есебіміз қазір қиып алайын. Әрқайсының массасы 1000 килограмм. Примерно суретін салып көрсетейін. Қазір қаламын үлкейтіп алайын. Үлкен сиямен жазып тұрған секілді. Қазір кішірейтіп қоя салайын. Мына жақта бір машина бар деп елестетейік. Бұның салмағы 1000 кішірейтіп салайық жақсы. 1000 килограмм. Мына жақтан да дәл сондай бір машина. Мұның да салмағы 1000 килограмм дейді. Бірақ мынау мысалға 20 метр секундпен қозғалатын болса, V2 деген жылдамдықпен, мынау V1 деген 10 метр секунд жылдамдықпен бір-біріне қарай қозғалады дейді. Қарама қарсы. Енді бізде екінші машинаның бірінші машинамен салыстырғандағы немесе санақ жүйесіндегі салыстырғандағы деген екеуі де бір мағынаны білдіреді. Яғни біз екінші машинада отырып бірінші машинаны санақ жүйесіндегі импульсін табуымыз керек. Яғни салыстырмалы импульсі ғой, былай айтқанда. Салыстырмалы импульсі дегеніміз былай. Формула дәл осы күйінде қалады да m көбейтілген v болып. Бірақ мына жердегі жылдамдығымыз салыстырмалы жылдамдық болып табылады. Біз бір-біріне қарама-қарсы қозғалған дененің салыстырмалы жылдамдығын білеміз. Салыстырмалы жылдамдықтың формуласы бір-біріне қарама-қарсы ол қосылады. Сонда біз 10-ды 20-ға қосамыз. Сол кезде бізде 30 метр секунд деген жауап шығады. Массалары бірдей ғой бізде. Бізде еще екінші дененікін сұрап тұр. Біз екінші дененің массасын ғана қарастырамыз да. Онда 1000 килограмм.
даже есепте шатасып кетем дейсің болсаңдар да екеуі де 1000 килограмм болып тұр. Яғни біз қайсысын алсақ та бәрібір де қателеспейміз да есептің барысында. Ал салыстырмалы жылдамдығымыз 30-ға тең. Онда 1000-ды 30-ға көбейтсек 30.000 килограмм метр бөлінген секунд деген жауабымыз шыға келеді екен. Ал келесіне кеттік. Келесі бізде төртінші есебіміз. Массасы 400 грамм. Біз барлығын айналдырайық. 400 граммды килограммға айналдыру мезетінде грамм аз шама, килограмм көп шама. Граммдан килограммға айналдыру үшін сонда бөледі екенбіз. 400-ді бөлеміз 1000-ға. Вот сол кезде бізде килограммға айналады. Ол бізде 0,04 килограмм болып шығады. Одан кейін біздегі шамамыз доп 2 килоньютон. Килоньютон деген ол көп шама. Ньютонның өзі аз шама. Ол кезде біз көбейтеді екенбіз. Мұнда килоны жай ньютонға айналдыру үшін 1000-ға көбейте саламыз. Сол кезде бізде 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі деп жазсақ болады, немесе 2000 ньютон деп жазсақ болады. Одан кейін жылдамдығымыз ала қозғалды дейді. Бұл дельта V болады. Яғни бас ақпада жылдамдығы 0 болып тұр да, 15 метр секундқа дейін оның жылдамдығы артты ғой. Енді соңғысынан бас ақпасын азайтсаң, 15-тен 0-ді азайтамыз. Мына жаққа жазып қоя салайын. Ол 15 метр секундқа тең болады. Яғни тыныштықта тұрды деп айтып тұр ғой. Бізде тыныштықта тұрған кезде 0 болады ғой. И бізде соңғысынан бастапқысын азайтамыз. Мынау дельта V-ны табатын кезде, яғни жылдамдықтың өзгерісі. И бізде мынандай бір формула бар. Дене импульсінің өзгерісі күш импульсына тең деген. Бұл жерде дене импульсін ашып жіберетін болсақ, m дельта V деген формула шығады да. И күш импульсін ашатын болсақ, f дельта t. Осы жерде бізге дельта t-ны тап деп тұр. Дельта t-ны табатын болсақ, m дельта V сол күйі жазыла береді да, астына қарай f деген просто түсе салады. Яғни бөлу болып. Өйткені мына жақта көбейту болып тұр. Массасы 0,04. Бізде жылдамдықтың өзгерісі 15-ке тең. И күшіміз бізде 2000-ға тең. Вот осылай бізде өрнегімізді аламыз. Кішкене сендерде калькулятор болғандықтан біз калькулятор арқылы пайдаланып есепті шығарсақ болады. Үстіңгі жағынан 6 шығады екен, астыңғы жағынан 2000. Иә? Сонда 6-ны 2000-ға бөлетін болсақ, бізде 0,003 секунд деген шығады. Бұны микросекунд дегенге айналдырсақ болады. Ол үшін 1000-ға көбейтеміз. Осы шаманы 1000-ға көбейтсек, кешірім сұраймын, микро емес, миллисекунд, яғни 3 миллисекундта бізде осындай 400 грамм дене 2000 ньютон күштің әсерінен 15 метр секундқа дейін жылдамдығын арттыра алады екен. Ал енді келесі есепке көшсек. Қалыңдығы 8 метр бөгет. Қалыңдығы примерно оның қашықтығы деп қарастыра берсек болады да. Қашықтығы деп қарастыра берейік. Яғни S тең болады 8 сантиметр. Ой, алдында 8 ұмытып кеттім. Бұны метрге айналдырсақ, біз 100-ге бөлеміз. Сантиметр метрге. Аз шамадан көп шама алған кезде обязательно бөлеміз. Сонда 0,108 метр деген жауабымызды аламыз. И бізде массасы 10 грамм. Массасы 10 грамм ол. Осыны айналдырып аламыз. Яғни аз шама, көп шама алуымыз керек. Ондай болса 1000-ға бөлеміз. 0,101 килограмм деген мәнді алады екенбіз. И бізде оқтың жылдамдығы, бастапқы жылдамдығы оны 800 метр секунд болса, и бөгетке тиген мезетте, яғни 8 сантиметр бөгетте тесіп өткен мезетте оның жылдамдығы 2 есеге азайып қалады ғой.
2 есеге азаю деген сөз осы бастапқы жылдамдықты 2-ге бөлеміз да. Сонда 800-ді 2-ге бөлетін болсақ, бізде 400 метр секунд деген жауабымыз шыға келеді. И бізде күшті тап деген. Енді біз не істесек болады? Қараймыз, мына жерде жылдамдықтар берілген, и бізде қашықтық берілген, иә. Осы жылдамдықтар арқылы біз дене импульсын тауып алуымыз болады. Бірақ бізде бір нюанс бар. Уақыт жоқ. Уақытты біз қалай өрнектеп аламыз? Уақытты өрнектеуіміз үшін бізде уақытсыз деген формула арқылы осындай бір формуламыз бар. В квадрат, в нолевой квадрат, 2АС деген. Осы жерде үдеуді табатын болсақ, В квадрат, кешіріңіз, В квадрат азайтылған В нолевой квадрат бөлінген S деген 2S деген бір өрнегіміз шыға келеді. Иә? Өйткені теңдіктің ар бетіне біз аны тауып тұрмыз ғой. Аны тапсақ, мына екеуі көбейтіліп тұрғаннан кейін бөлу болып өтеді. 2S. Үдеуімізді тауып аламыз. Не үшін үдеуді тапқанын қазір соңында айтамын. Мына жерде 400, яғни 400-дің квадраты бізде азайтылған 800-дің квадраты. И бөлінген 2S. S-ның орнына бізде мәніміз жазасақ, көбейтілген 0,108. Калькулятормен есептейтін болса, 400-дің квадраты азайтылған 800-дің квадраты бөлінген 2 бөлінген 0,108 деп жазсақ болады. Шамамен минус мән шығады. Минус мән ол біздің дененің тежеліп жатқанын айтады ғой. Осындай бір немен, үдеумен тежелген ғой. 3 миллион ба? Мен қате жазып жіберген жоқпын ба? Қазір бір тексеріп алайын. Дұрыс екен. 3 миллион метр секунд квадрат деген үдеумен тежеледі. Резко не қылған деген сөз ғой. Тежеліп жатыр деген сөз да. И бізде мынандай бір формула бар сосын. В тең болады В нолевой азайтылған. Не үшін азайтылған деген қоямыз? Өйткені үдеудің алдындағы таңба минус болып кеткендіктен. А көбейтілген Т. Осы жерде Т-ны тауып алатын болсақ, мынандай болады. Мынау В нолевой алдыда плюс болғандықтан теңдіктің ар бетіне минус болып өтеді. Сонда В азайтылған В нолевой бөлінген А деген шығады. Сонда бізде 400-ден 800-ді азайтамыз да, астында бөлінген минус 3 миллион болады. Минус қой өйткені. И осыны алып аламыз. Так. 400-ден 800-ді азайтатын болсақ, 400 болады. И бөлеміз біз 3 миллионға. Сонда жуық шамамен шығады екен мәніміз. Жуық шамамен 0,000 1,33 деп жаза салайық. Жуық шамамен, иә. Осындай секунд керек екен ғой. 800 метр секундтан 400 метр секундқа жалпы азаю үшін да жылдамдығы. Осындай оқыдым. Енді біз мына жаққа сыймай қалады екен. Сол үшін басқа бір бетті ашайық. И бізде мынандай бір формула бар. Дельта пи тең болады I деген, и осы жерден М дельта В тең болады F дельта Т деген формула арқылы өрнектеп аламыз. Мына өрнек бізде қараңдар. Дельта В-ның мәні соңғысынан бастапқысына азайтқан кезде 400 азайтылған 800 болып, мәніміз минус таңба шығып қалады деген сияқты, минус уақыт деген жоқ деген жауап шығып қалады ғой. Бірақ біз жылдамдықтың мына мезетінде бар емес па? Минус таңба шықпау үшін бұны модульге аламыз. Модуль деген осындай бір тік жақша болады да. Тік жақшадан ешқандай бір минус деген таңба шықпайды. Өйткені уақыттың мәні әрқашан плюс болып шығуы қажет. Иә? Бұл жерде бізде уақыт емес, кешірім сұраймын, нені табу керек екен ғой? Күшті. Негізі күштің мәні, яғни қарама-қарсы қозғалғандықтан минус таңба шығады. Бұл жерде минус таңбаны ескерсек болады. Немесе модульге алып бәрібір де
плюс таңбамен де жаза берсек болады. Яғни бізде m дельта v, дельта v-ның мәні біз 400-ге тең екенін тауып алдық, бөлінген дельта t. Сонда үстіңгі жағында бізде 0,100-ден 1 деген масса шықты жаңа. И дельта v-мыз 400-ге тең болды. Астыңғы жағында уақытымыз 0, 0, 0, 0, 1, 33 деген сияқты мәніміз шықты. И осыны енді калькулятормен шығарып алсақ, 0,100-ден 1 көбейтілген 400 4-ке тең болады екен. Оны астындағы санға бөлетін болсақ, бізде мынандай бір жауап шығады екен. 30.000 ньютон. Немесе бұны килоньютонға айналдырсақ, мына 3-0 соңындағы 3-0 бізде кило деген мәнді береді. Мұнда 30 килоньютон деген күшіміз шығады. Яғни осындай күшпен әсер еткен ғой. Түсінікті деп ойлаймын. Алдыңғы жауаптары керек болатын болса, видеоны артқа қарай қойып қарап алсаңдар болады. Ал кеттік бізде келесі есебіміз. Жоқ, мына есеп емес па бізде? Массасы 2 килограмм дене. Массасы 2 килограмм дене. 150 ньютон күш әсер еткен дейді 3 секунд бойы. Мынаны дельта t деп жаза берсек те без разница. Өйткені біз уақыт мезетін 0-ден бастаймыз ғой. И бастапқы жылдамдығы v нолевой 3 метр секундқа, кешірім сұраймын, 5 екен. 5 метр секундқа тең болатын болса, онда дене импульсін тап дейді. Дене импульсі бұл жерде m көбейту v-ға. И бізде v-ны да тауып алуымыз керек болады. Енді бұл формуланы өрнектеуіміз үшін мына заңдылықты қайтадан орындаймыз. Яғни дене импульсінің өзгерісі күш импульсіне тең. Дене импульсінің формуласы бойынша m дельта v и күш импульсі f көбейтілген t. Дене импульсінің өзгерісі болғандықтан бұл жерде жылдамдықтың өзгерісі болып табылады да. И біз жылдамдықты асып жібереміз, яғни v азайтылған v нолевой. Бастапқыда соңғысынан бастапқы жылдамдықты азайтамыз. И мына жақта f көбейтілген t деп жазып аламыз. Сөйтіп, енді бізге не керек дейтін болсақ, бізге мынау v деген жылдамдық керек екен ғой. V деген жылдамдықты біз былай тауып аламыз. 2 барлығының мәндерін қойып шығайық. 2 v деген жылдамдық белгісіз, бізде v нолевойдың мәні бізге 5-ке тең. Күшіміз бізде 150-ге тең, уақытымыз бізде 3-ке тең. И біз жақшаны былай көбейтіп ашып аламыз. Мына жерде минусты да ескереміз. Сонда 2 көбейтілген v азайтылған болады, өйткені мына жердегі минус ескеріліп тұр. Оны 2-ні 5-ке көбейтеміз, 10 болады. Мына жағында 450 деген жауап шығады. Минус 10 теңдіктің ар бетіне ол плюс 10 болып өтеді. Сонда 2v тең болады 460 болады. V-ны табатын болсақ, мына жерде көбейтіліп тұрғаннан кейін теңдіктің ар бетіне бөлі болып өтеді да. Бұл жердегі жылдамдықтың мәні 230 метр секунды болып шығады екен. И бізде осы жердегі импульсті табатын болсақ, бізде массасы 2 килограмм дене болғаннан кейін 2-ні көбейтеміз 230-ға. Сонда жауабымыз 460 килограмм метр бөлінген секунд деген жауабымыз шығады. Жауап осы. Ал енді келесі есепке көшсек. Мына жақты біз жасалайын. Кинетикалық энергиясы дейді. Бірінші кинетикалық энергиясы 16 джоуль. И дененің импульсы 8 килограмм метр бөлінген секунд болса, жылдамдықты тап дейді. Бізде кинетикалық энергияның формуласын бірінші жазып алайық. Ол mv квадрат бөлінген 2. Мына жерде қарап отырсақ, квадраты болып тұр, біз бұны былай ашсақ болады. Жылдамдықты жылдамдыққа, яғни жылдамдықты жылдамдыққа көбейтсек, ол жылдамдықтың квадраты шығады. И бізде мына
м көбейту в деген өрнекте біз импульс екен, дененің импульс екенін білеміз. Сонда формуламыз былай түрленеді ғой. Дене импульсі көбейтілген жылдамдық бөлінген 2 деп. Вот сол кезде бізде бірақ шама белгісіз болып қалады да. Екіні теңдіктің ар бетіне көбейту болып өткіземіз. Мына жердегі п-ны бөлу болып өткіземіз. Сонда жылдамдығымыз мынандай ғой, теңдіктің ар бетіне өткізілген шамамыз кер шама болып өтеді. Яғни 2 көбейтілген кинетикалық энергия бөлінген импульс. Сонда 2-ні көбейтеміз 16-ға, бөлеміз 8-ге. 8 бен 16 қысқарады, мына жақта 2 қалады, астында 1. Оны жазбай қойып, иә. Сонда 2-ні 2-ге көбейсек 4 метр секунд деген жауабымыз шыға келеді екен. Сонда жауабы жылдамдықтың 4 метр секунд болады екен. Кеттік ал. Келесі есебіміз массасы 15 грамм, 800 метр жылдамдықпен ракета ұшып шығады. Массасы 600 грамм ракетаның ракетницамен салыстырғандағы. Ракетница деген андай ғой. Кішкене үлкейтіп қойсаң. Андай астында зымыранның ұстап тұратын бір несі болады. Құрылғы болады да. Зымыран мысалға мына жақта бүйтіп ұшуға дайындалып тұратын болса. Қазір кішкене дұрысырақ салып қоя салайын. Так. Кішкене ұқсамай қалды иә бізде. Мынаны былай, мынаны былай жіберейін. Мынаны сәл былай қарай кіргіземіз. И былай. Қалай салатынын ұмытып қалдым ғой. Ішке қарайтын ба, сыртқа қарайтын ба өзі? Жалпы осылай сала салайын. Түсінікті шығар деп ойлаймын. И зымыран мысалға мына жағында космонавттың несі болады, терезесі болады, мына жағында бөлінетін бөлшектер болады. Мына жағында астынан газдар шығып, былай қарай ұшады ғой. И осы ұшқан кезде, осы ұшып шығатын газдың массасы 15 грамм деп айтылып тұр. И жылдамдығы 800 метр секунд қой. И зымыран қандай жылдамдықпен алға қарай ракета қозғалады сол кезде. Ракетница мынаны просто ұстап тұр да, ұшатын мезетте оны жіберіп қалады. Яғни бұл ракетница ұшақ зымыранға не пайдасын, яғни жылдамдығын арттырмайды, не көбейтпейді. Өйткені просто ол түзу тұруына әсер етіп тұр. Ұшар мезетте оны жібереді да, астынан газ бөлініп шығады, и ол газдың әсерінен ғана көтеріледі. Енді біз бұл нәрсені өлшеп алу үшін басында газ бен ракета бірге болғандықтан былай есептейміз. Бізде серпімсіз импульс деген формуламыз бар. Мына жерде газ қосылған газдың массасы мен газдың жылдамдығы, и қараңдар, газдың жылдамдығы артқа, и ракетаның жылдамдығы алға қозғалғандықтан біз бұл жердегі мәнді азайту қыламыз. Өйткені екеуінің бағыты қарама-қарсы болады. Қарама-қарсы бағыттағы жылдамдықтар бір-бірінен азайтылады. Мына жерде ракетаның жылдамдығы. Осы жерде ракетаның жылдамдығын табуымыз керек. И бастапқыда олардың жылдамдығы ракета мен газдың қосындысы кезінде, и бастапқыда екеуіне бірдей жылдамдықты v' дейік. Осы бізде 0-ге тең болады ғой. Өйткені басында қозғалмай тұрды ғой дене. И газ шыққан мезетте барып қозғалды да. Сонда мына өрнектің барлығы, мына оң жағында тұрған өрнектің барлығы 0-ге тең болып кетеді. И бізде мынандай бір өрнек пайда болады. М газ, В газ, М ракета, и В ракета, и мына жағы 0-ге тең болып кетеді. И В ракета, М ракета дегенді минусымен бірге теңдіктің мына бетіне қарай өткіземіз. Сол кезде ол плюс болып өтеді. 0-ді
кез келген санға қоссақ сол санның өзі шығады, иә. Мұнда мәндерін қоямыз енді. Мына жерде граммды килограммға айналдырсақ 0,015 килограмм деген мәніміз шығады. И ракетаның массасын өлшеп алсақ, ол 600 грамм, оны мыңға бөлеміз, ол 0,6 килограмм деген мәніміз шығады. Сонда 0,015 көбейтілген 800 тең болады. Мынау теңдіктің ар бетіне қосылып өтеді дедік, иә. И нөлге қосқанда сол санның өзі шығады. Сонда мына жер 0,6 көбейтілген в ракета деген мәніміз ғана шығып болады. И осы жерде в ракетаны табуымыз үшін бірінші былай жасайық. Ана екеуін көбейтіп алайық. 0,015 көбейтілген 800, ол бізде 12. В ракетаны табатын болсақ, мынаның мәні 12-ке тең болды. 12 и мынау 0,6, ол теңдіктің ар бетіне бөлу болып өтеді. Мында 12-ні 0,6-ға бөлсек, бізде 20 метр секунд. Yani ракета жоғары қарай 20 метр секундпен ұшады. Бұл жерде газдың массасын арттыра беретін болсақ, ол көбірек газ бөледі ғой. Yani мысалға ішіне бензин құямыз ба, спирт құямыз ба, соған байланысты да оның жылдамдығы артуы не істейді? Еселей береді деген сияқты. Мықты жанатын мысалға газ құятын болсақ, онда көбірек қашықтыққа немесе көбірек жылдамдықпен ұшатын болады да ракетамыз. Бұл жерде бізде 20-мен ұшады екен. Ал кеттік, келесі есебімізге көшсек. Так, мына жақты өшірейік енді. Массасы 2 килограмм. Кинетикалық энергиясы 9 джоуль. Біз алдыңғы есепте мынаны шығардық. Мынаны осыған ұқсас есепті. Сондықтан мен былай жасаймын. Бұл жерде жылдамдық тауып алдық қой. Жоқ, бұл басқаша есеп екен, кешірім сұраймын. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Осы жерден жылдамдықты өрнектеп алайық. Сонда жылдамдықты өрнектеп алатын болсақ, жылдамдықтың квадраты болып тұр. Мына 2 теңдіктің ар бетіне ол көбейту болып өтеді. Ал массамыз теңдіктің ар бетіне көбейтіліп тұрғандықтан бөлу болып өтеді. И бізде мына жерінде квадраты бар ғой, ол теңдіктің ар бетіне түбірасты болып өтеді. Квадрат әрқашан түбірасты болып өтеді. Сонда 2-ні көбейтеміз 9-ға, и массаның орнына 2 килограммды қоямыз. 2 мен 2 қысқарады да, в общем, жойылып кетеді. И 9 ғана қалады. Түбірасты 9-дан 3 метр секунд деген өлшем білеміз. И осы жерде дене импульсін табатын болса, дене импульсінің формуласы m көбейтіліп v болады. Массамыз белгілі, 2-ге 3-ті көбейтеміз, сонда 6 килограмм метр бөлінген секунд деген жауабымыз шыға келеді. Келесі есебіміз бізде 10-шы есеп. 10-шы есеп дәл мына есеп сияқты шығады ғой. Бізде соңындағы мынау формула бар ғой, m газ, v газ тең болады m ракета, v ракета деп теңестіріп алдық қой. Дәл сол формуланы мен жаза салайын, иә. Міне, негізгі формула жаңа серпімсіз қозғалыстағы формулада өрнектеліп шығады. Яғни бізде қараңдар, m оқ болып тұр бұл жерде, оқтың массасы и оқтың жылдамдығы. В оқ тең болады мылтықтың м деп қоя салайын, и мылтықтың жылдамдығы. Бізге мылтықтың кері қозғалушылығы. Яғни оқ алға қарай ұшса, мылтық біздің иығымызда тұратын болса, иығымызды не қылады ғой, отдача береді, ол айтқанда сілкейді да. Вот оқ алға қарай ұша ма, онда мылтық артқа қарай ұшады. Сол мылтықтың артқа қарай ұшу жылдамдығын тап деп тұр. Артқа қарай ұшу жылдамдығы бұның мына жақта оқтың массасы, оқтың жылдамдығын бөлеміз мылтықтың массасына. Сонда оқтың массасы мына жерде 16 грамм болып тұр бізде. Оны килограммға айналдырамыз. Обязательно қыбыжыға келтіру міндетті. Мыңға бөлеміз, мыңға бөлсек, осындай бір мән аламыз. Сендерде калькулятор беріледі, сонымен шығарсаңдар болады.
0,016-ны көбейтеміз. Оқтың жылдамдығы міне 600 метр секунд деп жазып тұрмыз. 600-ге бөлеміз. Бізде мылтықтың массасы 8 килограмм. Осыны калькулятормен шығарсақ, енді 0,016 көбейтілген 600 бөлінген 8. Үстің жағынан 9-ды алды деген мән шығады. Бөлінген 8. Бұны 8-ге бөлетін болсақ 1,2 метр секунд. Яғни мылтық 1,2 метр секундпен жылдамдықпен кері қарай қозғалады екен. Кеттік, ал келесі есебіміз бізде 11-ші есеп. Массасы 0,2 килограмм. Дене 1 метр биіктіктен өтеуі деген андай ғой бізде. Түседі. Дене импульсінің өзгерісі, яғни өзгерісі десен, андай дельта деген әріпті қоямыз. Осыны анықтадық тұр. Дене импульсінің өзгерісі. Дене 1 метр биіктіктен өтеумен түседі, я. Өтеумен түсетін болса, бізде бастапқы жылдамдығы 0 деп қарастырып көрейікші. Өйткені бізде бастапқы жылдамдық туралы информация берілмеген. Бірақ бізде 8 метр секунд жылдамдықпен биіктіктен өтеумен түседі деген информация берілген екен, е. Бізде биіктік, бізде жылдамдықтың мынандай бір формуласы бар, қараңдар. Түбірасты 2GH деген. Осы жерде G-дің орнына біз төменге қарай түсетін өтеуді А деп алып көрсек. Сол кезде бізде жылдамдығымыз тең болады 2-ні 8-ге көбейтеміз 1-ге. 2-ні 8-ге көбейтсек 16, түбірасты 16-дан 4 деген мәніміз шыға келеді. Яғни ол 4 метр секунд жылдамдықпен төменге қарай түседі. Бізде мынандай бір формуламыз бар. Дельта P тең болады M дельта V деген. Дельта V ол былай ашылады бізде. Соңғы жылдамдықтан бастапқы жылдамдыққа азайтқанға. Бастапқы жылдамдығымыз бізде 0-ге тең болатын болса, массамыз бізде берілген 0,2. 4-тен 0-ді азайтамыз осында. 4-тен 0-ді азайтса 4-ге тең болады. Бірінші жақшаның ішін орын аламыз. Сөйтіп оны 0,2-ге көбейте саламыз. Көбейтсек бізде 0,8 килограмм метр бөлінген секунд деген жауап шығады. Мынау G-дің орнына біз А деген өтеуді алады екенбіз ғой. Немесе төменге қарай түседі деген мезетте белгілі бір өтеу, яғни бұл жер ғаламшарында болып жатқан жоқ деп есептесеңдер болады да. Яғни қандай да бір 8 метр секунд өтеумен құлайтын бір жерде ғой. Жер ғаламшарын даже өтеуін азайтып жасайтын бір не бар. Экспериментальды тұрғыда өтеуді азайтуға болады. Бәлкім сондай бір жағдайда жасалған болуы мүмкін да. Сондықтан G-дің орнына біз А деген өтеуді ала берсек болады. Есепті оңайлату үшін. Давайте келесі есебімізге көшсек. Аны өшіп пісай салайын. Массасы 200 және 50 килограмм шарлар бір-біріне қарсы бағытта қозғалады дейді. Қортқы импульс. Бізде жаңа айттық, е? Бір-біріне қарама-қарсы қозғалатын болса, 2 V1 V2 деген жылдамдықта. Шарлар деп тұр ғой бізге. Мына жақта бір шар, мына жақта бір шар сақ қойсаң. Бұлардың салыстырмалы тұрғыда жылдамдығын табатын болсақ, қосылады. Дәл сол сияқты бұл жерде импульстер де қосылады ғой. Өйткені жылдамдық қайда бағытталса, мына жақта P деп қоя салайын, P2, мына жақта P1.
импульстер де сол жаққа қарай бағытталады. Сонда бізде қортқы импульсті табатын болсақ, P1-ді P2-ге қосамыз. Сонда P1-іміздің мәні. Ой. Қазір кешірім сұраймын. Кешінші екен ғой. Салыстырмалы жылдамдық ретінде қарастырамаймыз бұл жерде. Импульстары азайтылады. Өйткені жылдамдықтар бір-біріне қарама-қарсы ғой. Импульстар жылдамдық сияқты өлшенбейді. Импульстар бір-біріне қарама-қарсы ма? Мысалға, мына жақтағы мәнді плюс мән деп аламыз да, жылдамдықта, мынаны минус мән деп аламыз. Сонда жылдамдықтар әртүрлі болғандықтан екеуі азайтылады екен керісінше. Қортқы импульс азайтылады. Сонда P1-ді өлшеп алсақ, M1 көбейтілген V1. Оның мәні мына жерде, мынаны бірінші масса деп қарастырсақ, мынаны бірінші жылдамдық деп қарастырамыз. Басқа түспен алайын. Мынаны екінші масса деп алатын болсақ, мынаны екінші жылдамдық деп аламыз. Вот осы есебіміз шығарсамыз. Сонда 200 граммды килограммға айналдырсақ 0,2 көбейтеміз 4-ке. Сонда P1 тең болады 0,8 килограмм метр секунд. P2-ні табатын болсақ, M2 көбейтілген V2, яғни 500 грамм килограмм айналдырсақ 0,5 көбейтілген 3 болады бізде. Қазір 0,5-ті 3-ке көбейтсек, бізде 1,5 деген жауап алады екен. 1,5 килограмм метр бөлінген секунд. И қортқы импульсті табатын болсақ, біз екеуін бір-бірінен азайтып тастаймыз ғой. 0,8-ден 1,5-ті. Біздегі жауап 0,7. 0,7, бірақ минус таңбалы шығады. Енді бұл жерде минус таңба шыққаннан кейін қорқып өту мүмкін да, есебіміз қате шықты ма деген сияқты. Бұл жерде есебіміз қате шыққан жоқ. Просто мынау 2 килограммдық дене, екінші денеміз біздің бірінші денені жеңіп шығады. Бұл айтқанда, екеуі бірге соқтығысатын болса, бұның импульсі көп болғаннан кейін, дене импульсі көп болғаннан кейін бірінші денені жеңіп шығады. Сонда былай қарай қозғалады екен денеміз. Қортқы импульс деген осы нәрсені анықтайды ғой. Яғни денеміз солға қарай қозғалады. Бізден бірінші денеміз оңға қарай қозғалғанда плюс мәнді алдық қой. Ол жеңіп шығатын болса, есебіміздің мәні плюс шығады. Ал екінші денеміздің мәні минус мән деп алғандықтан, ол жеңіп шығатын болса, онда жауабымыз минус мәнде шығады. Келесі есепке көшсек енді. Массасы 400 грамм, сразу айналдырып қоя салайыншы мен. Массасы 400 граммды 0,4 килограмм болады. Екінші дененің массасы 0,6 килограмм. Яғни 1000-ға бөлеміз ғой. Бір-біріне қарама-қарсы қозғалып келе жатып, соқтығысып тоқтайды. Егер біріншінің жылдамдығы 3 метр секунд болатын болса, екіншінің жылдамдығын тап дейді. Яғни былай айтып тұр ғой. Мына екі дене, бірінші дене былай, екінші дене былай қозғалады. Екеуінің импульсі азайтылады. Қортқы импульсі бізде тоқтады дейтін болса, қортқы импульс 0-ге тең болады. Дәл жаңағыдай аламыз. Қортқы импульс P1-ден P2-ні азайтамыз. Бірақ мына қортқы импульс 0-ге тең болғаннан кейін 0 деп жазып аламыз да. M1 V1 азайтылған M2 V2 деп жазып аламыз. Бізге V2-ні табу керек. Біз былай жасайық. Мынаның минусымен бірге бар емес па? Теңдіктің мына бетіне қарай өткізіп алайық та. Сол кезде бізде мынандай мән шығады. M1 V1 M2 V2 деген. Өйткені 0-ді кез келген санға қоссақ, сол санның өзі шығады. Енді минус плюс болып өтеді теңдіктің ар бетіне. Енді мәндерін жазамыз. 0,4 көбейтілген 3, мына жақта 0,6 көбейтілген V2. Осы V2-ні табуымыз керек. V2-ні табу үшін мына екеуін көбейтіп алайық. Біз алдымен 0,3-ті 4-ті
3-ге көбейтсек 1,2 шығады. Мынау көбейтіліп тұрғандықтан 0,16 теңдіктің ар бетіне бөлу болып кетеді. Сонда 0,16-ға бөлетін болсақ, екіншіміздің жылдамдығы 2 метр секунд болу керек. Сол кезде мына екі дене мына жерге келіп былай тоқтап қалады екен ғой. Екеуі соғысады да тоқтап қалады. Ал келесі есеміз 14. Массасы М1, М2 екі дене жылдамдығы 4 және 20 метр секунд жылдамдықпен бір-біріне қарама-қарсы қозғалып келе жатады. Соқтығысқаннан кейін екеуінің жылдамдықтары алмасып қарама-қарсы қозғалады дейді. Массаларының қатынасы қандай болады? Бізде бұл қозғалыс екеуі бірге кеткен жоқ та, екеуі екі жаққа кететін болса, серпімсіз қозғалыс деген болады. Кешірім сұраймын, серпімді қозғалыс деген ғой. Серпімді қозғалыстың формасы М1 В1 қарама-қарсы деген үшін азайтылады. М2 В2. Соқтығысқаннан кейінгі импульстар екеуі екі жаққа қарай қайтадан кетеді, ол соқтығысып қарама-қарсы бетке кететін болса, негізі қосылу керек еді, бірақ бұл жерде де азайтылады. М1 В1 штрих азайтылған М2 В2 штрих болады. Вот енді мәндерін есептейміз. Бізде басында қараңдар, М1 дене бізде М1 сол күйі жазыла берсін. Кен мәні жоқ. В1 бізде 4 кетеді. Азайтылған М2 бізде оның мәні жоқ. Көбейтілген В2 бізде 20-ға тең, 20-ға тең. Бізде соқтықсады, соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтар ғой, штрих деп жазылғандар. Біз бұлар ауысады. Яғни, мынау бірінші дененің жылдамдығы 20 болып кетеді да. Бірінші дененің жылдамдығы 20 болып кетеді да. Екінші дененің жылдамдығы 4 болып кетеді ғой. Вот осылай жазып аламыз. Енді мына жерде былай дұрыстап жазып алсақ, 4М1 азайтылған 20М2. Мына жерде 20М1 азайтылған 4М2. Біз есепті былай жазып аламыз ғой. Бірдей өрнектерді бір жаққа жинап аламыз. Яғни мына жердегі 20 минусмен бірге өткіземіз. 20М2 дегенді теңдіктің мына бетіне, 20М1 дегенді плюс болып тұрса, плюсмен мына бетке қарай өткіземіз. Сол кезде бізде жоғары қарай жазайын мен. 4М1 азайтылған бізде 20М1 болады. Мына жақта бізде минус 4М2 қалды ғой, минусымен қалды ғой. Қосылған бізде 20М2 деген қалады. Мына жақта бізде екеуін азайтатын болсақ, 16. Алдындағы сандар азайтылады да, артындағы өрнегі жазыла салады. Мына жерде азайтылған, қосылған болады, өйткені минус 4-тен 20-ны қосатын болсақ, плюс 16М2 деген. Енді бізде М2-ні теңдіктің ар бетіне жіберсек, мынандай бір қатынас алмаймыз ба? Сонда М1 мен М2-нің қатынасы бізде бірге тең ғой. Енді мына жерде минус мәні не үшін қалды дейтін болсақ, бұлар бір-біріне қарама-қарсы қозғалғандықтан ғой. Бұл минус мәнді былай айтқанда, былай жоқ қылып жіберсек болады. Модульге алып. Өйткені массалардың қатынасы немесе массалар ешқашан минус мәнде шықпайды. Яғни екеуінің массасы бірдей болған мезетте екеуінің жылдамдығы алмасады да, соқтығысқаннан кейін. Вот осы нәрсені байқасақ болады біз. Минус мәнде ескермей кетсек болады жауап ретінде. Яғни бұл модульде шығады. Өйткені ешқашан массаның жауабы минус мәнде шықпайды. Қатынасына дейін. Қазір. Енді кішкене күте тұрсаңдар,
15 есепке көшсек енді 15 есепте массалар 7, 3 килограмм, сәйкесінше 3 метр секунд, 2 метр секунд бір-біріне қарсы қозғалып дейді. Қарсы деген сөзді ескереміз мына жерде. Қарсы десе уже минус болып кетеді тағы. Және серпімсіз деген сөз бар. Яғни серпімсіз соқтығыс кезіндегі импульстың сақталу заңын жазамыз. И олардың жалпы жылдамдығы. Жалпы жылдамдығы, яғни серпімсіз қозғалысты жазатын болсақ, m1 v1, қарсы деген сөз ол мына жерде азайту болып кетеді деген мағынаны білдіреді ғой. И бізде m1 қосылған m2 болады. И мына жақта екеуі бірге қозғалып кетеді да. Яғни екеуі қарама-қарсы былай қозғалатын, қарама-қарсы келеді да. И екеуі бірге мына жерде бірге да былай қарай қозғалуы мүмкін да. Так, екеуі бірге былай жабысады да. И былай қарай белгілі бір жылдамдықпен қозғалады. Осы нәрсені айтып тұр ғой бізге. Сонда m1 деген ол бірінші мәнді аламыз ғой. m2 деген екінші мәнді аламыз. Кешірім сұраймын. Бірінші мәнді деген ғой. Сонда 7-ні 3-ке көбейтеміз мына жерде. Азайтылған 3-ті 2-ге көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейтеміз. И массаларын просто қоса саламыз. 7-ні 3-ге қоссақ 10 v штрих. V штрих деп жазған себебім екеуі соқтығысқаннан кейінгі екеуін бірге қозғалатын жылдамдығы ғой. Сонда мына жерде 21 азайтылған 6 болады. Мына жерге 10 v штрих. Мына жерде 15 шығады. Мына жерде 10 v штрих. V штрих ол 15-ті 10-ға бөлгенге тең. Сонда 1,5 метр бөлінген секунд деген жауабымыз шыға келеді екен. Екеуі бірге қозғалған мезетте 1,5 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Жылдамдықтары сәйкесінше массалар. Давайте ал келесіне көшейік. Бір-біріне қарсы қозғалып. Мына жерде дұрыс шығардық қой. 7-ні 3-ге көбейтсек 21. 3-ті 2-ге көбейтсек 6. Давайте келесі есебіміз 16 есеп. 16 есепте үстелде жатқан массасы 600 грамм. Бұны айналдырып алайық сразу. 600 граммды айналдырса 0,06 килограмм. m1 деп жазып алайық. m2 бізде 9 граммға тең екен. Оны мыңға бөлеміз. Сонда мыңға бөлсек 0,09 килограмм деген жауабымыз шыға келеді екен. И бізде мынау 9 грамм болып, мынандай жылдамдықпен ұшып келеді да. V2 дейміз осында. Давайте мынаны бүйтіп жаза салайықшы. V1, V1 деп өйткені бізде есептен шығару барысында осылай болған ыңғайлы да. Мынау 600 метр секунд. Ағаш кесегінің жылдамдығы дейді. Үстінде жатқан параллель. Үстелдің үстінде жатқан массасы 600 грамм, ағаш кесегінің үстінде жатқан параллель жылдамдықпен ұшып келе жатқан массасы 9 килограмм оқ. Былай бір ағаш тұратын болса, былай қарай оқ оған қадалады да. Қадалған мезетте екеуі бірге былай қарай қозғалмай ма? Соны V штрих деп қоя салайын. Соның жылдамдығын тап деп тұр ғой. Бұны біз серпімсіз қозғалыспен табамыз. Яғни m1 v1
екеуі бірге қозғалғандықтан бір бағытта қозғалып жатыр ғой, қосылған болады. М2 В2 М1 қосылған М2 В штрих. Мына жер тұра берсін, иә, түсінікті ғой жалпы. Өшіп қайтадан жазу ентім. Ағаш кесегінің жылдамдығы, яғни оқ тигеннен кейін бар. Оқ тимей тұрып ағаш қозғалып тұрды ма бізде? Қозғалмай тұрды, иә. Яғни оның жылдамдығы 0-ге тең болады. Яғни мына жердегі өрнегіміздің барлығы 0 болып кетеді ғой. Сонда тек қана М1 В1 ғана қалады. Бұл жерде 0,9 көбейтілген 600 деген мән шығады. Мына жақта оқтың массаларын қосатын болсақ, бізде екеуінің массасы 609 грамм береді. 609-ды 1000-ға бөлетін болсақ, бізде мынандай бір жауап шығады. Яғни массалардың қосындысы 0,609 болады. В штрих. Бізде 0,9 көбейтілген 600, ол бізде 5,4 деген жауап шығады. Мына жаққа қарай жасам, 5,4 тең болады 0,609 В штрих. Осы жердегі В штрих табатын болсақ, 5,4-ті мына жер көбейтіліп тұрғандықтан теңдіктің ар бетіне бөлу болып өтеді екен. 0,609. Бізде мынаны бөлген кезде В штрих тең болады. Бір ыңғайсыз шықты, бірақ бұны біз жауап ретінде қарастыра бере аламыз. 8-де 87 деп аласақ болады. Артына жауабына немесе сәйкестендіру кезінде қараймыз. Мысалы, мынаны 9 деп те жазсақ болады. Немесе 8,9 деп жазсақ болады. Ең сияқты. Жуық шамамен мен осылай алдым да. Ағаш кесегі осындай бір жылдамдықпен қозғала алады екен. Кеттік, ал келесі бізде 17-ші сұрағымызға келсек, 6 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 килограмм дене тыныштықта тұрған екінші денеге соқса да тыныштықта тұрған болатын болса, екінші дененің жылдамдығы 0 болады. Соқтығысқаннан кейінгі дене бірдей. Соқтығысқаннан кейін екі дене бірдей, яғни В штрих, В штрих 2 метр секундқа тең болса, онда екінші дененің массасы. Бұл жерде екеуі бірге қозғалғандықтан серпімсіз қозғалыс болып табылады. Яғни М1 В1 қосылған М2 В2, мына жер полный 0-ге тең болып кетеді. Өйткені екінші жылдамдығымыз 0. 0-ді кез келген санға көбейтсек 0 болады ғой. Сол үшін 0 болып кетеді. Бізде М1 қосылған М2 В штрих деген жауабымыз шықты. Мына жерде бізде 6-ны 2-ге көбейтеміз. Қозғалып келе жатқан массасы. Тең болады. Мына жер 0 болып кетті өйткені. М1 бізде 2-ге тең, М2 белгісіз. Мына жақта екеуі соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығы 2-ге тең. Жақшаны былай ашып аламыз. Мынаны көбейтеміз, мынаны көбейтеміз, плюс ескереміз. Мына жақта 12 шығады. Сонда 4 көбейтілген 2М2 деген шығады. 4-ті теңдіктің ар бетіне азайтуға өткіземіз. Сол кезде 8 болады. 2М2 деген жауап шығады. 2 теңдіктің ар бетіне бөліп өтеді. Сонда 8 2-ге бөлсек 4М2 деген жауап шығады. М2 тең болады 4 килограмм. Екінші дененің массасы сонда 4 килограммға тең екен. Кеттік, ал 18-ші есепке көшсек. Массасы 10 тонна вагон 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Оны 3 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан массасы 15 тонна вагон қуып жетеді. Соқтығысу
егер соқтығысу серпімсіз болса, соқтығысқаннан кейінгі вагондардың жылдамдығы дейді. Вот мына жерде серпімсіз дегенді және қуып дегенді біз асынсыз қойып. Қуып десе бұл жердегі арасындағы мәндер қосу болады да. Серпімсіз болса, серпімсіз қозғалыс кезінде импульстің сақталу заңын жазамыз. Яғни М1 В1 қосылған М2 В2 болады. Қуып дегеннен кейін серпімсіз қозғалыста екеуінің массасы қосылады да, В штрих табуымыз керек қой. Осы жердегі В штрих тең болады мына екеуінің қосындысы, яғни М1 В1 М2 В2 и бөлінген массалар көбейтіліп тұр ғой мынаған. Теңдіктің ар бетіне осы жақша күйінде мен жақшаны ашып жіберсек болады, өйткені асы бәрібір де екінші орында қалды да. 10 тоннаны сол күйі жаза берейік, өйткені тонналар қысқарып кетеді. Сонда біз былай жазсақ болады. 10-ды 2-ге көбейтеміз, қосылған 3-ті 15-ге көбейтеміз. Астыңғы жағында тонналарды қосатын болсақ, 10-ды 15-ге қоса саламыз. Үстіңгі жағынан 20, мына жерден 45, 20-ны 45-ге қоссақ, 65 деген жауап шығады. Мен мына жақта 25 деген. 60-ты 25-ге бөлеміз. Қазір мен калькуляторымды тауып алайын. 65-ті 25-ге бөлсек, бізде 2,6 метр. Яғни екі вагон бір-бірімен тіркескен кезде 2,6 метр секунд деген жылдамдықпен қозғала бастайды екен. Осындай бір өте оңай формуласын білсек шығатын есептер ғой. Ары қарай енді 19 есепке көшсек, массасы 10 килограмм арбаша 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Массасы 40 килограмм бала 3 метр секунд жылдамдықпен қарама-қарсы жүріп келіп, оған секіріп мінді. Бала мен арбашаның жылдамдығы. Так, мына жақта арба онсыз да өзі қимылдап келе жатады 2 метр секунд жылдамдықпен. Мына жақта бала арбаға қарай 3 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. И бүйтіп үстіне қарай секіріп мінеді ғой, қарама-қарсы келіп қозғалып. Сол кезде екеуінің жылдамдығы В штрихті таптық бізге. Яғни серпімсіз қозғалыс болады. Екеуі қарама-қарсы деген сөз болғандықтан, мына жердің астынсыз қоямыз да, азайту болады. Сонда біз былай жазамыз. М1 В1 азайтылған М2 М2 В2 М1 қосылған М2 и бізде В штрихті тап деп тұр ғой. Мына жерде есептеп аламыз, яғни 10-ды 2-ге көбейтеміз. Арбаның массасы мен арбаның жылдамдығы. И 40-ты 3-ге көбейтеміз. Мына жақта арбаның массасы мен баланың массасын қосамыз. Сол кезде 50 болады. 40-ты 10-ға қоссақ. И В штрих деген шығады. Мына жерде 20 шығады, мына жерде 120 шығады. Мына жерде 50 В штрих. И жоғары қарай есептесек. Мына жерде 20-дан 120-ны алсақ, минус 100 шығады. 50 В штрих. В штрих тең болады, сонда минус 100-ді бөлеміз 50-ге. Өзі минус 2 метр секунд деген жауап шығады. Яғни бала арбаға отырған мезетте, үстіне секіріп мінген мезетте бар емес, баланың жылдамдығы көп мынаған қарағанда. И арбаның үстіне секіріп мінген кезде арба былай оңға қарай қозғалып бара жатады. Арба үстіне секіріп мінген мезетте солға қарай 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалып кетеді екен. Қарама-қарсы қозғалып кетеді екен да сонда. Алдыға қарай кетіп баратқан арба. Минус таңба соны білдіреді ғой.
Так. Мынау енді чуть қиындау есеп. Мұны тыңдау керек до конца. Массасы 150 килограмм доп тегіс қабырғаға тұрғызылған нормальға 60 градус бұрыш жасай соғылады да жылдамдығын жоғалтпастан кері қарай ұшады. Доптың жылдамдығы 10 метр секунд болса, соқтығысу мерзімі 0,1 секунд. Қабырға тарапынан допқа әсер етуші күштің орташа мәні. Яғни күшті табамыз ғой. Андай бір қабырға болсын. Осыған дене былай қарай 60 градус бұрышпен соқсат та, жоғалтпастан дейді ғой. Жылдамдығын жоғалтпастан болса, серпімді, абсолют серпімді қозғалады деп айтамыз оны. Енді мынаған қандай импульспен әсер етсе, былай қарай сондай импульспен ұшып кетеді деген сөз да. Осы жерге тиген мезетте белгілі бір күшпен тиеді ғой, F деген. Осыны тап деп тұр ғой. Енді қараңдар. 60 градус не үшін берілді дейтін сұраққа біз осылай бір проекция жүргізіп аламыз. Мен түзу қылып сыза берейін. Өйткені біздің қозғалысымыз ешқашан андай не арқылы, не x емес, не y емес өс арқылы анықталмайды. Және қараңдар, бізде жоғары қарай әсер ететін импульс пен төменге қарай әсер ететін импульс, мына жерде y деген өс бар, мына жерде минус y деген өс бар. Осы екеуінің жалпы несі бар ғой? Өзгерісі, яғни y өсі бойынша өзгеріс 0-ге тең болады. Вот осылай жаттап аласыңдар. Ал x өсі бойынша өсі ол алға қарай бірінші қозғалды, сосын артқа қарай қозғалды ғой. Біз соңғысынан бастапқысын азайтамыз. Сонда соңғысы бізде минус px болса, жалпы былай істейік. Px-тен соңғысын px деп алайық, бастапқысын минус px деп алайық. Сол кезде бізде дельта px-іміз мына екеуі минус пен минус плюс болып кетеді, 2 px-ге тең болады. Яғни бізде px өсі бойынша, яғни былай қозғалыс бойынша бар емес па? Мына қозғалыс бойынша, яғни горизонталь қозғалысы бойынша есептейтін болсақ, оның өзгерісі 2 px-ге тең болады екен ғой. Аны x өсімен деп жазып қоя салайын. Немесе px өсімен деп па. Вот енді px өлшейміз. Px өлшеу үшін мынандай бір заңдылық қолданамыз. Мына жерден былай қарай проекция жүргіземіз да. Осы мына жердегі сызық, мына жердегі сызыққа параллель ғой. Сол үшін екеуінде px деп ала берсек болады. Мына жерде px деп ала берсек болады. Бізде қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы деген бар. Ол бізде синус береді. Сонда синус 60 градусымыз px, қазір мен кішкене күте тұрыңдар. Осы жерінен бір қателескен сияқтымын. Стоп қойды. Так, жақсы, мақұл. Жалғастыра берейік. Есебімізді соңына дейін шығарып көрейік. Px бөлінген p.
Bizde p degenimiz ол m көбейтілген мынау m көбейтілген v-ға тең емес па? Сонда m көбейтілген v бізде 0,15-ті көбейтеміз 10-ға. Бұл 1,5 килограмм метр секунд деген жауабымыз шығады. И оны біз мына жердегі синус 60-ға көбейтеміз ғой. Яғни ол синус 60-дағы мәні негізі есептердің барысында беріледі. Ол 0,87-ге тең. Мысалға мән синус 30-ды бере ма, онда синус 30-ға байланысты есептерді шығаруымыз керек болады. Мына жерде менің қателескенім тұрғызылған дегенде ол былай қарай келуі мүмкін да. Айте есептердің жауабында артында басқаша шығатын болса, онда біз қабырғаны осылай аламыз деген сөз да. осы жердегі px-ті табатын болсам, 0,87-ні көбейтемін 1,15-ке. Оның жауабы 1,305 метр секунд деген жауап шыға келеді екен. И біз оны 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейтетін болсақ, 1,305 көбейтілген 2. Бізде 2-де 61 метр секунд деген жауапты аламыз. Енді бізде орташа күшті тап деп тұр ғой. Бізде мынандай бір формула f көбейтілген т тең дельта пи. Бұл жерде дельта пиіміз тек қана x өсімен болып тұрғандықтан, біз осы x өсімен мәнді алатын боламыз. И осы жерде күшті табатын болсақ, дельта пи x бөлінген т болады. Яғни 2-де 61 бөлінген 0,1. Жауабы 26-да 1 ньютон деген жауап шыға келеді екен. Мына есеп қабырғасы қалай орналасқанға байланысты. Мысалға, тегіс тұрғызылған нормальға деп айтылатын болса да, бәрібірде жерде жатқан мысалға тақтайшаны да қарастыруға болады да. Бәлкім солай болуы мүмкін. Артында жауабымен сәйкес болмайтын болса, онда мен именно осы есептің жауабын сендерге есепті шығарып, жаңағындай жерге жатқызылған тақтайша арқылы дәлелдеп көрсететін болады. Ал кеттік, келесі есебіміз бізде ұзындығы 3 метр болатын, мен ұзынырақ қылып сызайын. Ұзындығы 3 метр болатын қайық. Мына жерден мына жерге дейінгі ұзындығы 3 метр болатын қайық. Бұны үлкен L деген әріппен белгілесем. И массасы, осы қайықтың массасы, қайықта Q деп қоя салайын да, 12 килограмм дейді. И 60 килограммдық адам осы қайықтан мына бетіне қарай жүріп барады ғой. Жүріп баратын болса, массасы, мына адамның массасы 60 килограмм деп есептесек, бір басынан екінші басына орын ауыстырған кездегі қайықтың жылжитын арақашықтығы. Қараңдар, адам былай қарай жылжыған кезде, солға қарай жылжып тұр ғой, қайық оған қарама-қарсы бағытта қозғалады. И осының жылдамдығын тап деп тұр. Бізде қайық пен адам бірге болғандықтан серпімсіз қозғалысты қарастырамыз. Және бұлардың бағыты қарама-қарсы қозғалып тұр ғой. Иә? Негізі без разница, қалай алсақ та, қосуға алсақ та, азайтуға алсақ та. Қазір түсіндірем не үшін екен. Яғни М адам, В адам қосылған, бізде қосылғанға бала берейік. В қайық, М қайық, В қайық. И қосылған, серпімсіз қозғалыста В қайық пен адамның массасы қосылады, иә? Соны айтқым келген. И бізде В мына жердегі
мына жерде штрих деп қоя салайыншы. Өйткені адам қозғалғандағы қайықтың жылдамдығы басында қайық адам қозғалмай тұрып, ол жылдамдығы нөлге тең болған. Адам қозғалғаннан кейін барып қайықтың жылдамдығы өзгереді, ол мынау бізде. Мына жердегі жылдамдық ол нөлге тең. Сонда мынаның барлығы бізде нөлге тең болып кетеді да, и мына жағы ғана қалады. Мына 60-ты көбейтеміз. В адам. И мына жақта екеуін қосатын болсақ, 72 в қайық деген шығады. Ай, бізде жылжитын арақашықтық екен ғой. Мына жерде L-ді табу керек. Бәсе? Бір нәрсе дұрыс емес. Бірақ біз мына жердегі жылдамдықты v штрихқа, яғни адам қозғалғаннан кейінгі жылдамдық ретінде қарастыра берсек болады. Енді бізде қараңдар. Ұзындық берілгенде, ұзындықты біз есепте қолдануымыз керек. Және жылдамдықтар жоқ. Ондай болса, біз мына жылдамдық деген нәрсені бар емес, былай ашуымызға болады екен ғой. Адам 3 метр секундтың ішінде 3 метр қозғалады да, соның аралығында белгілі бір уақыт жүреді. Сонда біз осы жылдамдықты L бөлінген Т деп ашсақ болады екен ғой. Мына жерде де қайық дәл сол адамның жүріп өткен уақытында, бірақ ол басқаша қашықтық жүреді екен да. Өйткені оның үстінде адам тұр, және қайықтың өзінің салмағы бар да. И соны қозғалту керек қой. Сол үшін мынау белгілі бір, мынау 3 метр секунд жылдамдыққа қараған кезде, 3 метрге қараған кезде азырақ қашықтыққа қимылдайды. И бізде уақыттары былай қысқарып кетеді екен да. И бізде адам жүріп өтетін қашықтығы 3 метр секундқа тең болса, онда 60-ты 3-ке көбейтеміз. Бөлеміз 72 L-ға. Тең болады 72 L-ға. Мына жерде 180, 72 L. L-ді табатын болса, 180-ді 72-ге бөле салады екенбіз. 180-ді 72-ге бөлетін болсақ, 3-тен кем мән шығу керек. 180 бөлінген 72 бізде 2,5 метр деген. Енді қайық алға қарай 2,5 метр қашықтыққа қозғалады екен. Адаммен қосқан кезде. Кеттік, ал келесі есебіміз. Массасы 20 килограммдық тыныштықта тұрған арбада массасы 60 килограмм адам тұр. Адам арбамен салыстырғанда 1 метр секунд жылдамдықпен қозғалса, арбаның жермен салыстырғандағы жылдамдығы дейді. Былай ғой. Мына жерде арба тұр. Мынаның ішінде адам бар. Адам былай қарай қозғалады. Арбамен салыстырғанда деп айтылатын болса, арбаны қозғалмай тұр деп қарастырамыз. Ол жермен салыстырғанда басқаша болады. Арбаның мынау жермен салыстырғандағы деген, ол жердің үстінде тұр. Енді арба да қимылдайды ғой, адам қимылдағаннан кейін. Осы арбаның жылдамдығын тап дейді. Так, бізде адам алға қарай қимылдайтын болса, арба артқа қарай қимылдауы мүмкін бе екен? Соны қарастырсақ. Иә, дұрыс иә. Мына жерде онда мен қатесіз қойдым. Яғни арба былай қарай қимылдайды ғой. Басында екеуі адам қимылдамай тұрған кезде тыныштықта тұрады деп айтып тұр. Сонда в штрих деген, екеуі бірге қозғалатын жылдамдық 0-ге тең болады. И бізде m1 v1 азайтылған m2 v2. Не үшін азайту? Өйткені мына екеуі қарама-қарсы қозғалып тұр, міне бағыттар. Адамның жылдамдығы, мына v1 деп жазып қояйын, адамның жылдамдығы. Мына v2. Бізге v2-ні табуымыз керек. Екеуінің массасы қосылады да в штрихке көбейтіледі. Мына жерде в штрих 0 болып кеткендіктен, мына жақ оң жағында өрнектің барлығы 0-ге тең болады.
И біз m2 v2-ні теңдіктің ар бетіне қосып өткіземіз. Сол кезде m1 v1 тең болады m2 v2 деген өрнегіміз. И осы жерде v2-ні табатын болсақ, m1 v1 бөлінген m2 деген өрнегіміз шығады. v2-ні табатын болсақ, m1-дің орнында бізде адамның массасы ол 60-ға тең, адамның жылдамдығы 1-ге тең. И бөлінген 20 болады. Мұнда арба 3 метр секунд жылдамдықпен алға қарай, артқа қарай қозғалады екен. Осылай біздің жауабымыз шыға келеді екен. Так, мен қазір бір нәрсені қарап ала салайыншы. Сен қадеші отыра алмаймын.